Кешкі мектеп, сабақ аяқталған, бірақ бір ұстаздың ойы әлі тыншымай тұр. Оның жүрегінде бір сұрақ. Балаларды қалай дұрыс жолға бастаймын? Замана өзгерді. Баланың қызығушылығы да өзгерді. Бірақ тәрбие мәңгілік құндылық. Ұстаз көзін кітапқа түсірді, ұзақ ойланып қарады. Абай ата, бізге тағы да жол көрсетсеңіз ғой? Шаршаған ұстаз қалғып ұйықтап кетті. Сол сәтте оның қиялы терең бір түске ене бастады. Сол сәтте ерекше бір жарық пайда болды. Жел тербеген шөп. Тыныштық. Мен қайдамын? Құдай-ау, мен қайдамын? Неге ешкім жоқ? Кім бар мұнда? Алыстан бір адамды көрді. Сұлбасы таныс, көзге оттай басылды. Бұл ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбаев еді. Сіз Абайсыз ба? Түсінбе өңім бе? Иә, халқам, Абайдың өзімін. Менің сөзім тірі болса, мен де тірімін. Заманыңды көрсетші, бізден кейінгі ұрпақ қандай екен? Қалай жауап берсем екен? Өзіңіз көріңіз. Екеуі қазіргі әлемге көз салды. Бүгінгі ұрпақтың жай күйін Абай көргісі келді. Екеуі жаңа заманға бара жатыр. Адамдар асығыс. Барлығы өзгерген, ешкім-ешкімге мән бермейді. Ал жастар ше? Бүгінгі жастар қандай? Абай қазіргі жастар туралы не ойлар екен? Ақпарат көп, бірақ ой аз, өкінішті ақ. Сөзіңіздің жаны бар ата. Мәссаған, бұл жүріспен жастар қалай жетістікке жетпекші? Ата, өзімді де осы сұрақ мазалайды, қай жерде қателестік? Сыныптағы кейбір балалар сабаққа көңіл бөлмей отыр. Мұғалімнің сөзі олардың ойына жете қоймағандай. Бір оқушы телефонына үңіліп, экраннан көз алмай отыр. Ол үшін сабақтан гөрі телефон қызығырақ. Тағы бір оқушы терезеге қарап, ойға батып кеткен. Оның қиялы әлде қайда алысқа кеткендей. Ал кейбіреулері жай ғана жалығып отыр. Сабақтың мәнін түсінбей, уақыттың тез өткенін күтетіндей. Ешкімге ешнәрсе қызық емес. Ұлы ойшыл осы көріністі үнсіз бақылап тұрды. Адам мінезі заман өзгерсе де көп өзгермейді. 5 нәрседен қашық бол, адам болам десеңіз. Бұл сөздер ғасырлар бұрын айтылса да бүгінгі күнге де дәл айтылғандай. Жалқаулық адамның да, болашағын да тежейді. Жалқау адам ешқашан биікке жете алмайды. Өсек адамдар арасындағы сенімді бұзады. Бос сөзбен өсек уақытты ғана алады, ал білімге ұмтылған адам бұған жол бермейді. Мақтаншақтық адамды шынайы еңбектен алыстатады. Шынайы жетістік еңбекпен келеді. Еріншектік адамды артқа тартады. Еріншек адам мүмкіндікті көрсе де пайдаланбайды, ал еңбекқор адам әр мүмкіндікті бағалайды. Бекер мал шашу ойсыздықтың белгісі. Әр нәрсенің қадірін түсінген адам ғана алға жүреді. Онда біз не істеуіміз керек? Қалай саналы ұрпақ тәрбиелеуге болады? Қандай амалы бар? Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым, ойлап қой. 5 асыл іс, көнсеңіз. Бұл сөздер адам болудың жолы. Олар адамға өмірде дұрыс бағыт таңдауға көмектеседі. Талап адамның алға басуына себеп болады. Ізденген адам ғана жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Еңбек кез келген арманның негізі. Еңбек еткен адам қиындыққа мойымайды. Себебі табандылық әрқашан нәтижеге жеткізеді. Терең ой болашақтың кілті. Ойланған адам өз жолын табады. Ол тек бүгінді емес, ертеңді де ойлайды. Ұстаз көзін ашып сыныпта отырғанын түсінді. Бұл тек түседі, бірақ оның мәні терең еді. Таң атып келеді. Жаңа күн, жаңа үміт алып келгендей. Балалар сыныпқа кіріп келеді. Сабақ басталуға дайын. Ұстаз жігерлене түсті. Бірақ кейбір балалар тағы да алаң. Біреуінің қолында телефон, бірі терезеге қарап отыр. Мұғалім осы көріністі тыныш бақылап тұр. Ұстаз ештеңе демеді. Ол асықпай тақтаға қарай жүрді. Оның ойында бір ғана сөз бар еді. Мұғалім қолына бор алды. Сынып тыныштала бастады. Барлығы оның не жазатынын күткендей. Ол тақтаға жай ғана бір сөйлем жазды. Бірақ бұл сөздердің мағынасы өте терең еді. Бұл ұлы ақынның сөзі еді. Жай ғана сөз емес, терең мағыналы. Сол сөзден ерекше бір жарық тарағандай болды. Жарық сынып ішін жайлап толтыра бастады. Балалар біртіндеп басын көтерді. Балалар тақтаға қарап ойланып қалды. Әрқайсысы олардың жүрегіне жеткендей болды. Сол сәттен бастап сыныптағы көңіл-күй өзгере бастады. Балалардың жанарында қызығушылық пайда болды. Оқушылар бұрын мән бермеген дүниелердің маңызды екенін түсінгендей, әр бет жаңа мүмкіндік екенін сезінді. Оқушылардың жүзде қызығушылық байқалады. Бұрынғы немқұрайлылықтың орнын ынта басты. Дұрыс, сендер жақсы түсіндіңдер. Балалар бір-біріне көмектесіп, бірге үйрене бастады. Бұл ұлы сөздің жүрекке жеткенінің белгісі еді. Сынып бос қалды.
Ұстаз терезе алдында үнсіз тұрды, ойы тереңге кеткен. Рахмет, Абай ата. Әр бала болашақтың бір кірпіші. Егер әр қайсысы өз орнын тапса, қоғамда берік